Уақыттың құпиясы. Компьютер ойнап болдым, енді телефон қарайын. Талғат, балам, сабағың дайын ба? Қазір мама 5 минут. Әлі уақыт көп қой. Сенің 5 минутың ешқашан бітпейді ғой, қазір кеш батады. Мәссаған, түн болып кетіпті ғой, уақыттың қалай өткенінде байқамай қалыппын. Тик-так, тик-так. Талғат! Мен қайдамын, бұл қай жер? Мен қайдамын, бұл қай жер? Мен қайдамын, бұл қай жер? Бұл уақыт әлемі. Уақыт әлемі. Мен әр секундты санайтын уақыт сақшысымын. Ал сен уақытты босқа өлтіріп жүрсің. Не? Мен ештеңе өлтірген жоқпын. Уақытты бос өткізу, оны жоғалтумен бірдей. Мен саған уақытты осылай бос өткізе берсең, болашағың қандай болатынын көрсетейін. Талғат, тағы да телефон ойнаумен уақытын болмады ма? Жоқ, мұғалім, мен тек Талғатты алдын ойнауға шақырдым, компьютер ойнаймын деп шықпады. Неге бәрі осылай болды? Уақытты бос өткізудің зардабы осы болды ма? Жоқ, мен бұлай болғым келмейді. Онда таңдауыңды өзгер. Уақыт сенің досың. Бірақ оны басқармасаң, ол сенен қашады. Уф, түсім екен ғой, сағатымда өз орнында. Ешқандай қорқынышты сағат емес. Мен түсіндім. Уақыт қайта келмейді. Сондықтан әр күнімді дұрыс өткіземін. Алдымен сабағымды орындаймын, содан кейін ғана компьютер ойнаймын. Оны да сирек. Анашым, әкеліңіз, ыдысты мен жуайын, одан кейін достарыммен аулада ойнап қайтамын. Жарайды, құлын менің. Достарыңмен футбол ойнаған қандай керемет. Айдос, сен қақпаға тұр. Талғат, сен бәріне үлгеретін болдың. Оны қалай тез уақытта үйрендің? Оның өз құпиясы бар.